Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы Қазақстанның оңтүстік аймақтарының Ресей империясына қосылуының ерекшеліктері қандай? Сабақтың мақсаты Қазақ хандығының ішкі саяси жағдайына талдау жасау. Қазақ хандығының сыртқы саясатының зерттеу нәтижелерін анықтау. Ресей империясының Қазақстанның оңтүстік аймақтарын қосып алуының ерекшеліктерін ажырату. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Орта жүз бен кіші жүзде хандық биліктің жойылуы, Ресей патшалығының билік құру, кіші жүздің бірінші болып Ресейдің қол астына кіру себебі. Оқушылар, ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, Қазақстанның Ресей империясына қосылуының аяқталуына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Қазақтардың дәстүрлі билік жүйесі қашан жойылды? 19 ғасырдың ортасында Ресей империясының әскері Қазақстанның қандай аймақтарын бағындырды? Ресей әскері Қазақстан жерін қашан толық бағындырды? Қазақ жерінің Ресей империясының құрамына толық кіруінің тарихи маңызы қандай болды? Қазақтардың дәстүрлі билік жүйесі қашан жойылды? Ресей үкіметі Қазақстан аумағындағы хандық билікті түбірімен жойып, толығымен жаулап алуды көздеді. Өйткені қазақтардың кең өлкесі Ресей империясы үшін экономикалық жағынан тиімді, Орта Азия және Қытаймен сауда байланысы үшін қолайлы еді. Кіші жүздің Ресейге қосылуы Қазақ өлкесінің Ресей империясы құрамына қосылуының алғашқы қадамы болды. 1822 және 1824 жылдардағы жарғылар бойынша Орта Азия және кіші жүздің солтүстік аймақтарында хандық билік жойылып, қазақтар өз мемлекеттілігінен түпкілікті айырылды. Бұл екі жарғы қазақтардың көшу еркіндігін шектеп, шаруашылықтарының құлдырауына алып келді. 19 ғасырдың ортасында Ресей империясының әскері Қазақстанның қандай аймақтарын бағындырды? 19 ғасырдың ортасында Қазақстан аумағының үлкен бөлігі Ресей империясының құрамына кірді. Ал Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі Меркі, Әулие-Ата, Шымкент қалалары мен Сырдарияның төменгі ағысы Хиуа мен Қоқан хандықтарының бақылауында болды. Ендігі кезекте Қазақстанның өзге де аймақтарын өзіне бағындыру үшін патша өкіметі қоқандық жасақтардың шабуылынан қорғануды желеу етіп, Аягөз, Қапал, Лепсі бекіністерін сала бастады. 1847 жылы Сырдарияны жаулап алып, ресейлік әскерлер Райым бекінісін, ал 1848 жылы Қазалы фортын салды. 1851 жылы подполковник Карбышевтің отряды Қаскелеңдегі Тойшыбек бекінісін, 1853 жылы Орынбор генерал-губернаторы Перовский Ақмешіт бекінісін басып алды. Ресей әскері Қазақстан жерін қашан толық бағындырды? 1860 жылдан бастап, орыс әскерлері қоқандықтарға қарсы әскери шабуылын бастап, 1860 жылы тамызда Тоқмақ, қыркүйекте Пішпек қалаларын бағындырды. 1860 жылы қазанда подполковник Колпаковскийдің бастауымен Ұзынағашқа жақын жерде орыстардың қоқандықтарға қарсы шайқасы болды. Қоқан әскері құрамында қазақтар да бар еді. 1864 жылы маусымда орыс әскерлері Меркі, Әулие-Ата, Түркістан қалаларын, қыркүйекте Шымкент қаласын басып алды. Бұл қалаларды қорғауға Сыздық Кенесары ұлы бастаған қазақ жауынгерлері белсенді қатысты. Осылайша, патша өкіметі әскерлерінің Ұлы жүз аумағында жүргізген соғыс қимылдары Қазақстанның Ресей империясына толық қосылып бітуімен аяқталды. Қазақ жерінің Ресей империясының құрамына толық кіруінің тарихи маңызы қандай болды? Орыс әскерлерінің іс-қимылдары нәтижесінде қазақтар Орта Азия хандықтарының басқыншылығынан азат етілді. Патша үкіметінің Жетісу мен оңтүстік Қазақстан аумағына экспансиясы басталып, бір езгі екінші езгіні алмастырды.
Жаулап алу нәтижесінде алым салық мөлшері көбейіп, еріксіз жұмыстың түрлері енгізілді. Патша үкіметінің соғыс қимылдары салдарынан шаруашылық күйреп, қалалар қирады. Мәдени ескерткіштер тапталды. Мәселен, екінші Мекке аталған Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне атылған снарядтардың 11-і кесене қабырғасын тесіп өтті. Ресейге қосылған Орта Азия мен Қазақстан аумақтарын басқару үшін орталығы Ташкент қаласы болатын Түркістан генерал-губернаторлығы құрылды. Қазақстанның Ресейге қосылу үдерісі осылайша аяқталды. Оқушылар бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тірек сөздерге тоқталамыз. Оқушылар, тірек сөздерді оқып болсаңыздар, қысқаша конспектімізге тоқталамыз. Оқушылар, қысқаша конспекттерді оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма, тарихи тұлғалардың Қазақстанның Ресейге қосылу туралы айтқан пікірлерін сәйкестендіріңіздер. Осы жерде оқушылар 5 пікір берілген, осы 5 пікір қай тұлғаға жататынын сіздер сәйкестендіру керексіздер. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма, ұлы жүз жерінде қай жылы қандай бекініс кешіңіздер салынғанын сәйкестендіріңіздер. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.